Атырау өңіріндегі тұщы құдықтан солтүстікке қарай бет алған сайын көз алдыңызда шексіз жазық біртіндеп өзгере бастайды. Көкжиекпен астасқан сары дала арасынан кенет бой көтерген нарын құмы көрінеді. Бұл уақыттың бар құпиясын ішіне бүккен шежірелі дала, қазыналы мекен қасиетті өлке. Осы құмдардың әрбір төбесімен ойса өткен өмірдің белгісі, әрбір құм түйіршігі бабалар жолына куәгер. Қасиетті нарын құмының бабан деген мекен бар. Біздің Қосай атаның елғонды ұрпақтары сол өлкені жайлаған. Бөкей ордасы құрылғаннан кейін елғонларды соған көшіреді ол нарын құмына. Ол жер шұрайлы жер болған, малға, адамға да жайлы. Ол өлкеде осы бабан құмында көптеген ата-бабаларымыз болған. Ішінде оның енді айтсақ атақты Айболат атамыз, Қодар атамыз, Қарабек атамыз, Құрманбек атамыз, Шора атамыз, тағы да басқа аталарымыз болған. Сол осы аталардың ұрпақтары осы әліңге дейін қазір енді осы Атырау облысы, Маңғыстау, басқа да жерлерде тұрады. Осы құмды өлкенің қойнауында елғонды руының ұрпақтары өсіп өнді. Райолы Шора атамыз осы қасиетті мекенге қоныс аударып, қоңыр тірлігін кешті. Ұл мен қыз сүйіп, зәузәті тарады. Солардан өрбіген ұрпақ татулығы жарасып, ғұмыр кешті. Біз Райолы Шора ұрпағынан тарағанбыз. Шора атамның өмірге 5 ұрпағы келген екен. Оның біреуі Қайбол атамыз өмірден ертерек өтіп кеткен, тұқым жоқ. Ал қалғаннан шүкір ұрпақ тараған қазіргі заманда. Енді осы Шора атамыздың үлкені Әбу атамыз, одан кейін Қалидолла атамыз, Құмар атамыз, Рахметолла аталарымыз бабан құмында тұрған. Сол кезде ол кісілердің сондай бірлігі сондай, татулығы да сондай. Қыстаулардың арасы тек қана 4-5 шақырымнан аспайтын еді дейді. Сонда ағайынды алысқа жібермей, бір-біріне демеу болып, сүйеу болып, бір-біріне көмектесіп жүретіндігі сол заманда белгілі болған. Әбу атамыз баланың үлкені болғасында інілердің қыстауларын таңертең ерте шығып алып, есіктердің қасына келіп айқайлап жүретін көреді. Малдарыңды өріске шығарыңдар, ұйықтамаңдар, тұрыңдар деп айқайлап өтеді дейді. Қалидолла атамыз бен Рахметолла атамыз діни сауатты болған. Елде балаларды оқытқан молда болған екен. Тіпті Қалидолла атамыз соңғы кезінде мынау Асырхан жағына барып, сол жағында дәріс беріп, діни сауаттылығымен сол жақта өмірден озған деп естиміз. Рахметолла атамыз мынау ол кісі сауатты әрі өлең шығаратын өзінің бір қабілеті болған. Әсіресе 1916 жылы өзінің бауырлары анау патшаның 1916 жылға Наварға қазақтарды алу керек дегенде, сонда бауырлары іліккенде соларға арнап өлең жолдарын жазып отырған. Кейін кезде, соғыс кезінде деді, соғысқа аттанған жауынгерлердің ерліктері, елдің өмір тіршілігі туралы жақсы өлең жырларын жазған екен дейді. Енді Құмар атамыз туралы айтсақ, Құмар атамыз аттегімен айналысқан. Өзі мінезі ауыр болғанмен, әділ, сондай кешірімпаз, сондай адам болған екен. Ол кісінің адамға деген жақсы қасиеті, біз өзінің алдына туған мені фотоға түсіріп, алдына алып отырған, тізесіне алып отырған фотосын көрдім мен ол кісінің.
Осылай тіршілік жалғасып, жылдар жылжып жатты. 1926 жылы Нарынғұмының төсіндегі Бабан ауылында қарапайым қазақ шаңырағында бір сәби дүниеге келді. Оның есімін Сүлеймен деп қойды. Бірақ ол бақытты балалық шақтың қызығын көре алмады. Тағдырдың сынағына ерте тап болып, әке шешеден айырылды. Сөйтіп, Құзайыр мен Ұлықпанның қамқорлығында өсіп, ерте есейді. Ол жастайынан тірліктің тауқыметін тартты. Жоқшылық пен жетімдік оның мінезін шыңдап, рухын қатайтты. 1941 жыл. Ел тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі басталды. Соғыс оты мыңдаған тағдырды шарпыды. Бұл нәубет Сүлеймен ағайдың отбасы мен ауылында айналып өтпеді. Ағалары Құзайыр мен Ұлықпан майданға аттанып, қайта оралмады. Олардың артында үмітпен күткен жақындары, жетім қалған балалар, еңсесі түскен ауыл қалды. Сол кезде Сүлеймен көкеміз әлі жас болса да, отбасының тірегіне айналды. Жеңгесі Қадишамен бірге колхозда еңбек етті. 1944 жылы 18 жасқа толған ауыл жастары әскери комиссариатқа шақырылды. Аудандық әскери комиссар, біз жеңіп жатырмыз, майданда босқа құрып кетесіңдер деп, құжаттағы туған жылын өзгертіп ауылына қайтарады. Соғыстың кезінде енді бала болса да колхозға еңбек етіп, жаңағы барлық қиындықты бастан кешірген. Ол кезде енді жоқтық, аштық, өмір оңай болған жоқ. Жаңағы сол кездің қиындығына төзе білген, өзінің адал еңбегіменен жаңағы колхозға қызмет етіп, таңнан ертемен күннің атысы, күннің батысына шейін колхоздың қызметінде жүрген бала болса да, содан армияға кеткенше сол колхозда жұмыста болады. Содан ПЗО-ға оқуға кетеді. Оқуға кетіп, сол оқудан келгеннен кейін жаңағы армияға шақыртылып, армияға да 4 жыл армияда болады. Сол кезде қат жазып алысып тұрды. Сүлеймен ағам армиядан келетін болды, сонда қат жазып тұрамыз ғой. Сосын ағам жаңа Тайыр ағам Сүлеймен ағама қат жазып, шырағым, сен келсең, қалаға бізге кел. Сендер бәрің мал бағып, малдың соңында жүресіңдер ме? Өндіріске қалаға келгенің дұрыс. Ол малдың соңында жүрсеңдер, әлгінге дейін совхоздың жұмысын жаңа баяғыша істеп жүре бересіңдер, колхоздың жұмысын. Білім алып, мынан менің қасымда болыңдар мында деп. Соны жаңа Кәмелдің ағам менен Сүлеймен ағам екеуін осында оқытып, мұнайдың саласында, сосын екеуі де сол жаңа мұнайшы болып жұмыста болды. Әскери қызметін аман-есен өтіп елге оралғаннан кейін Сүлеймен көкеміздің өмір тарихының жаңа парағы ашылды. Сәпия анамызбен тағдыр жолы тоғысып, шаңырақ көтерді. Сәпия анамыз 1932 жылы Атырау облысы Индер ауданы Елтай ауылында дүниеге келген. Сүлеймен мен Сәпияның тағдырлары да ұқсас еді. Өйткені сұрапыл соғыс оның да балалық шағын ұрлады. Әкесі майданға аттанып қайта оралмады. Анасы күміс, екі қызымен бірге өмірдің ауыртпалығын жалғыз көтеруге мәжбүр болды. Небәрі 9 жасар Сәпия анасының жанында еңбекке араласты. Таңнан кешке дейінгі ауыр еңбек, жоқшылық, үміт пен күдік аралас күндер оның өмірінің бір бөлшегіне айналды. Бірақ барлық қиындыққа қарамастан олардың жүрегінде үміт оты сөнбеді. Олар бейбіт күннің келеріне сенді, сол сенім оларды алға жетеледі. Біздің әкеміз бес ағайынды. Ағамның ағасы Шәріп, одан кейін Темір болады, кішенесі Ғапу, сенің нағашың, енді екі апай бар, Қанымзия, Қаным. Шәріп атамызды қойға керек деп бұданмен соғысқа алмаған, қой бағып қалған. Ағамды сосын Ғапу ағамызды соғысқа кетті. Ағам 42 жылы
Мен дүнияға келгеннен кейін, мен 8 мартта дүнияға келдім. Мен 40-дан шыққан кейін соғысқа кеткен. Содан кейін Ғапу ағамыз кеткен. Енді ағам соғыстан аман-есен оралды. Ғапу ағамыз сол соғыстан оралмай сояқта мәңгілікке қалды. Енді ол Ғапу ағадан қалған 2 қыз, София, Самия, оларды ер жетті, күмісті тәрбиеледі. Мамамыз ғой, енді күміс деп айтып отқанымыз. София бұл қарапайым еңбектің адамы. Алғашқы еңбек жолын қтз дейтін темір дөңгелекті трактор болды, содан сол тракторды айдаған кісі. Социализм колхоздың пішен шапқан кісі. Содан кейін жайлап мынау тайыр жиен нағашыларын жинап, сол өндіріске геофизикаға жұмысқа орналастырып, сояқта жүріп, мынау сенің әкең Сүлейменмен кездесті, сөйтіп тұрмысқа шықты, жағдай түзелді, міне ұрпақ болды, сендер дүнияға келдіңдер, мұстақим сайын сен екеуің. Ал сөйтіп Аққұдан барып, тұрақты сояққа мекендеді. Енді әкең адай ғой, сол ақыры сол адайлы қан тартқан болар. Ол негізі шағылдың адай, бірақ шының адайына барып тұрақтады ғой. Ал енді Сүлеймен жездеме келетін болса, бұл қарапайым, аңқылдаған, ақ көңіл, арамдығы жоқ, сондай адам. Ал біз енді мен өзім жезделер бар ғой, мен жездемен ойнап көрген кісі емеспін. Жезде деп те айтпаймын, атын айтам, Сәке, Тәке деп, сонымен сол сыйластықпен осы өмірден өтті. 1950 жылдардың ортасы. Бұл уақытта елеңсесін қайта көтеріп жаңа өмірге қадам басқан шақ еді. Маңғыстау даласында жаңа жұмыс орындары ашылып жатты. Сүлеймен Қалидоллаұлы алғашқылардың бірі болып осы өңірге табан тіредді. Ол геологиялық барлау жұмыстарына қатысып, Маңғаз даланың қойнауынан қаралтынның қайнарын іздеді. Жастайынан еңбектің оңайы жоғын білетін көкеміз, қандай қиындық болса да, қажыр қайратымен еңсерді. Енді көбіне ГПП дейтін мекеме өз шағын, азғантай адамдар жұмыстары бәп-бәрекелді болғанменен, былай қарағанда едәуір қиыншылықтармен орындалады. Әйтеуір өздері машинамен көшіп, ана нүктеге, мына барлау алаңына әйтеуір барлық қиындықты өздері атқарады, ешкім бөтен адам келіп көмек көрсете алмайды. Сосын енді мынау Бозашыдағы геологиялық ашулар деп атамыз. Сол әлгі 74 жылғы январдағы алғашқы мұнай бұрқағы Бозашыдағы. Сосын енді жыл сайын Қаражанба, Қаламқасы бар, Жалғызтөбесі бар, Солтүстік Бозашысы бар, тағы сияқты 5-6 кен орнысы Бозашыдан. Кейбіреулері араға жыл салып, кейбіреулері жылға да жетпейді, ашылды ғой енді. Сол жұмыстардың басында бір мақтанатын жай, шағын болса да, азғантай болса да, мұна геологиялық іздестіру партиясы тұрды. Соның жаңа шеберлері, бұрғылау шеберлері, таянып санақ бар, сосын басқа да жаңағы шеберлері бірінен соң бірі жарыстың жеңімпазы ретінде тек экспедицияның іші емес, мына Атыраудағы бірлестік, республикадағы геология министрлігі, қала берді Москвадағы мұнай министрлігі бәрі оларда жатқа білетін болды енді. Ағаймен сөйлескендегі түсінгеніміз, ағай тек біздің Маңғыстауда емес, мұнайлы ембінің көптеген кен орындарында болған, уақытында трес болды, Қазнепті газ разведкесін. Сол трестің жаңа барлау алаңдарында жұмыс жасаған, өзі шапшаң, тез қимылдайтын, шешімді тез қабылдайтын деп айтады енді. Бұл Сүлекеңнің уақытысында талай инструменттері жіберіп, талай көтеріп, жерінде қазып, кетеден шаршағанымызбен артынан жұмыс шаруа біткеннен кейін мәз болып, жаңа демалыс орнына келетін едік деген қосшыбалдардың айтқанын естігенім бар. Сөйне Бозашыдағы ашулардың нәтижесінде ол кісі дейтін жаңағы еңбек даңқы дейтін сонымен марапатталынды 3-ші дәрежелі.
Сүлеймен көкеміз өз ісінің шебері, еңбекқор маман ретінде әріптестерінің құрметіне ие болды. Бозашы түбегіндегі Қаражанбас, Қаламқас, Қаратұрын, солтүстік Бозашы тағы басқа кен орындарын алғаш ашушылардың қатарында аянбай еңбек етті. Оның ерен еңбегі ел дамуына қосылған өлшеусіз үлес еді. Көкеміздің қайраткерлігі мен іскерлігі туралы шәкірттері әлі күнге дейін сағынышпен еске алады. Бұдан осыдан 50 жыл бұрын мен мына Қазақтың политехникалық институты дейді, ол жақта соны бітіріп, мына жолдамен осы Маңғыстау мұнай-газ барлау кешенді экспедициясына келдім. Оның ішінде сол бөліп келгенде жаңа геологиялық іздестіру партиясына түстім. Оның ішінде келгесін енді басшылар біледі ғой, мына жас маманды жақсы бригадаға, жақсы маманға, наставникке қасына орнатып, болашағы үшін жаңағы жібереді ғой, соны ойлаған болу керек. Мен сразу таянып санақтың бригадасына түстім. Оның ішінде Сүлекеңнің өзінің тікелей көмекшісі болып, верховой рабочий болып, сол жұмысты бастап кеттім. Сүлекең негізін айтқанда өндірістік жолымдағы менің ең алғашқы ұстазым, мені үйреткен, содан көп үлгі алдым. Барлық осы саладағы менің жұмыстарының бәрінің бастауы сол Сүлекеңнің қасында басталды. Әлі есімде 76 жылдың күзінде октябрь айы болу керек, вертолетпен ауыстырды. Ол уақытта жаңағы вақтына. Сосын вертолетпен келдік. Ол уақытта бригада өзінің жаңағы бір апталық тамағын барлығын осы жерден сатып алып барады. Солтүстік Бозаштағы бір үлкен сордың ішіндегі ми батпақ жерде тұр екен буровой. Сосын вертолет жаңағы әлгі мынандай темір илиш дейді ғой, соның үстіне қонады екен, соған қонып, сосын түскеннен кейін бригада жаңағы алып келген жаңағы тамақтарымызды алып, оны вагонға дейін бару керек. Содан әлі есімде жаңағы темірден түскеннен кейін батпаққа кіріп кеттім. Енді етігімді тартып шығарайын десем, жаңағы қолымда жәшік бар, жаңағы тамақ алып жатқан. Сол тұралмай, сол жігіттер келіп, жаңағы қолымдағы жәшікті алып, сонымен шыққан, әлі есімде өмірде кетпейді. Сөйтіп басталды еңбегіміз. Жаңағы колесный машина дейді ғой, машиналардың бірде-біреуі буровайға келе алмайды. Тек қана эсто, жаңағы алғанда тягаштар сонымен сүйретіп алып келеді, бензовоз нелерді. Сондай бір қиын неге келдік. Нүктеге жаңағы. Сол жерде жұмысты бастап, осы Сүлекеңнің басшылығымен. Сүлекең жаңа айтып отырмын ғой, ең алғашқы ұстазым, наставнигім. Сол көп затты сол Сүлекеңнен үйрендім. Кейін енді Сүлекеңнен бурильщик болып ауыстырып, кейіннен жаңағы бұрғылау шебері болып жұмысты жалғастырдым ғой. Бірақ соның барлық кезінде де Сүлекеңнің көрсеткен, Сүлекеңнің үйреткен, Сүлекеңнің істеген істері әрқашанда мен үшін сол жаңағы үлгі болып қажетіме жарады. Сүлеймен көкеміз бен Сапия анамызға Маңғаз Маңғыстау құтты мекен болды. Олар ел экономикасының өркендеуіне үлес қосып қана қоймай, ұрпағының да елдің қажетіне жарар азамат боп өсуіне бар жағдайын жасады. Оқытты, тоқытты, ұлдарды әкенің қанымен, ананың сүтімен бойына бар жақсыны дарытып өсті. Екі ұлының қуанышына кенеліп, шаттыққа толы ғұмыр кешті. Әкеміз түбекте тірлік кешіп, еңбек еткенімен, кіндік қаны тамған туған жерін есінен бір сәтке де шығарған емес. Сағынған шағында өзі туып өскен өлкеге ат басын бұрып, ағайынымен қауышатын тіпті, айлап жатып, ауылдың дархан көңілі даладай пейілінен бойына қуат жинап қайтушы еді. Тағдырдың тауқыметімен сынағы көп болғанымен, Сүлеймен көкеміз бен Сапия анамыз болашақтағы бақытты шақтан күдерін еш үзген емес. Сол сәулелі үміт, болашаққа сенім олардың бағы мен жолын ашты. Ұрпақ өрбітті, немере сүйді, солардың қуаныш қызығына кенелді. Расында, Сүлеймен көкеміздің тағдыры, өнегеге толы өмір жолы бір әулетке ғана емес, тұтас елге, сол елдің тұтқасын ұстайтын болашақ ұрпаққа ұлағат болары анық.